мынау оң қолым оң жаққа, сол қолым сол жаққа қарап қойған дейді. Асқазан мүлде аунап кетіп қойған. Ораза тұтыңызшы. Жоқ, денсаулығым жарылмай шөлдеп қалам, менің ана жерім ауру, мына жерім мынандай, ана жерім анандай. Халайық. Білесіз ба? Егер бір адам шілденің айында 30 күн оразаны тұтса Алла тағалаға, 30 күн ораза тұтса, бірақ сол адам сол оразасын Аллаға міндет қыла алмайды екен, сонда да міндет қыла алмайды. Ал бірақ оразаның сауабын қараңыз. Пайғамбарымыз айтады, кім иман менен, сабырлық, ұстамдылық менен 30 күн ораза тұтып шығатын болса, Рамазан айын тұтып шықса, Рамазан айын намаз оқып шықса, таравих намазын оқып шығатын болса, Рамазан айын, Алла тағала ол кісінің бүкіл күнәсін кешіріп. Оның әуелгісінде, ақырғысында. Пайғамбарымыз айтады, кім бір күн Алланың ризалығын іздеп ораза тұтса дейді, бір күн Алла тағала ол кісіні 40 жыл дозақтан ұзақтастырады. 40 жыл дегені бұл дүниенің жылы емес. Қияметтің сол Алланың құзырындағы уақытпенен есептелген 40 жыл. Ал ол жылдың бұл бір күні біздің 50 мың жылға татиды. Енді 40 жыл есептейміз. Қанша болады? 2 миллиондай болады ма? Сонша жылдық ұзақтайды дозақта бір күнге. Ал сіз 30 күн тұтсаңыз қанша ұзақтайсыз дозақта?